жерде назар аудару керек. Марқұм болған Мейіржан осы жерде тығылып, бір ұзын жігіттің қарап жүрген бір-екі мәрте көрген, үйіне ұрыда түскен ол туралы. Бұл жерде енді әкесі Ғанидың айтуы бойынша, мына жерде КАМАЗ ремонт жасайды екен. КАМАЗдың саймандары болады, ауыр темірлері болады. Осы жерде дәніккен біреулер болуы әбден мүмкін. Бірақ бұны тергеу назарына алмай отыр деп жан айқайын шығарып отыр. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындамыз. Ғаниұлы Мейіржан деген азамат 2005 жылғы жігітті мына жерде жатқанынан түнде сағат 12:40-қа дейін WhatsApp-қа қарап жатқан телефонына, одан кейін бала жоқ. Баланың жоғалу себебін әкесі, аты жөніңіз кім? Ғани Рүстемұлы. Ғани Рүстемұлы, Жаңақорғанның тұрғыны. Бұл жігіттің айтуы бойынша осы үйіне 2 күн ұры түскенін айтып отыр да, баласын ұры өстіп үйге ұры түсіп жатыр, сен сыртта бақылап жат деп баласын далаға жаттырған. Алайда баласын ертесіне өлі күйінде колодцтан тауып алған. Болған мән жайды түсіндіріп айта кетіңізші. Балам сол түнде жатқан, азындағы көрпе төсегі жоқ. Үштігейлі таппадық. Соткысын табалдырыққа қойып кетіпті. Іздедік, таппадық. 31-не кешкейін іздедік, 31-не ертесіне. Мамырдың 31-і ғой, 2026 жылы. Ровдыға барып заявление жаздық. Бір заявление, бір милициясы келген жоқ. Ертесі келсем тағы звондады, тағы келген жоқ. Сонымен іздедік, көрші қолаң ба, ағайын туған бәріміз де тауға да бардық, қырға да бардық, жаяуда іздедік. Сөйтіп, ар көшеде там солмаған жерде, жолдың бойында колодцке тастап кетіпті. Осы үйден неше метр жерде? Үйден 300 метр жерде, екінші көшеде жатыр. Енді жаңа бізге көрсеткен видеосы көрінді. Өйткені видеосы полициядан басқа ешкім түсірмеген, бірақ халық арасында тарап кеткен дейді. Енді мына жерде, осы жерде қай жерде жатты, примерно көрсетіңізші. Осы жерде жатты. Жастығы бар, көрпесі бар, ешнәрсесі жоқ. Жоқ, таппай қалдық. Орап алып кеткен. Енді моргтегі жағдайды жаңа баяндап отырсыздар. Моргте қай жағынан удар болған дейді? Оң жағынан құлақ шекені ашса, оң жағынан ұрған, майдаланған, бас жарақаты майдаланып, сүйектері сынған, содан мойнын қылқындырып байлап терісіне кіргізіп жіберіпті баламның. Престің жебімен. Одан екінші рет тағы байлаған, үшінші рет нарда түймесінен жақал түймесін кесіп, содан тағы байлапты бейтіп. Сондай болатыр. Сөйтіп орап, көрпенің сыртынан тағы да неше рет байлаған? Ораннан орағанда алаша басын көрпемен ораған, сыртан алашамен ораған жатқан. Сөйтіп 3 жерінен пресімен байлап тастаған бейтіп. Енді бұл жерге бүгінгі күні басты күдікті әуелесі өзіңіз болдыңыз, Тоқырлап келіп күдіктіні мен қылды. Мені нарда қайғылы болатын, оған қарағанша апарып, 3 рет апарды. Айқайлап шулап қорқытып, одан 2 баламды апарды. Жастар біреу 15, біреу 17-те кәмелетке жаста толмаған. Үшеуміз 3 жаққа барып қойып, айқайлама ден әйел кісіге. Балам шошытады. Тергеуші ма? Тергеуші әйел, жазып атқан әйел. Адвокаттың қатысуын алды ма? Адвокат ол кезде біз не болып, адвокат бір күннен кейін жалдадық. Дөрекі сөйлегеніне қарай, біз ондайды көрмегенбіз. Жұрттың совет беруімен адвокат жалдадық. 2 адвокат бар. Азамат, екіншісі Шәкәрім деген жігіт қазір біздің жұмыспен айналысып жатыр. Ал енді қазір сізге айта кетіңізші, қазір жаңа 17-15 жасар 2 балаңыз қайықта? Қазір біреуін бүгін тағы қасына отырып бір тергеп жазды, жаңа сұрақ қойып, екіншісі 15 жасар кішкентайын әлі қамап отыр. Неше уақыт болды қамалып отқанына? Қазір екінші суткі 48 сағат болады. Түнде 2-де. Дәлел жоқ. Бұл жерде мына жерде камера тұрды, міне. Камераны кейін түсіресің.
Иә, камераның шебіннан артында бар камера, гаражда бар камера, бәрі ішінде шебін алып кеткен. Мынау баланың жатқанын түсірмеген ба мына камера? Одан бұл артында, бұл камера артында тұғын, бұл камера. Бұл камераның 31 күні түсте аударып үйге ұры кіре бергенсін, мынаны арзаннан кім кіреді екен деп. Ұры кірген, 2 күн подряд кірген, оны айтсақ біреу келіп сейіптің арылып десе де сейіпті көрмейді. Сіз ұры сейфіңізден ақшаны алып кеткен ба? Сейімнен ақша алып кеткен. Bir күн алады, екінші арасында күн жоқ, екінші күн тағы алады. Сөйтіп айтсаң милицияның жаңағы полиция қызметкерлері оған бір кіріп, бір сейіпті ашып көрген адам емес. Печатка аған жоқ, айналып келіп өзімізге айналып еді. Жан жаққа шықса айналайын, жан жаққа шығып бір уақыттарды абады. Енді бұл жерде қалай ойлайсыз? Ол сіздің үйіңізге сейіпке түсіп жүрген адам, ақша ұрлап жүрген адам 2 күн подряд түсті. 2 күн подряд түсті. Балаңызды ұры түсіп жатыр, сен бақылаш деп далаға жатқыздыңыз. Түнде балаңыз соны байқап қойып, балаңыз оны танитын болып тұруы мүмкін ғой, дұрыс па? Көріп қалды, танитын адам болып қалды ма, білетін адам болып қалды ма? Бұл жерде айтып отырсыз жаңа. Білмедім. Сол күні түнгі сағат 3-тен өте көршім, сол ұзын бойлы адамды көрдім деп айтты. Көрдім да, жолда қақиып бір адам тұр екен. 3:30-да пойызға біреу шығарасан болып шыққан, сол кезде бір адам тұр екен жолдың бойында. Қақиып. Біздің тұста мына жолда. Иә. Ал енді балаңыз осы марқұм болған балаңыз сізге жаңағы біреудің осы үйден қашқаны туралы айтты деп қалдыңыз да? Айтты оны. Мына қайтыс болған балам одан бір 2 рет анау банямыздың ар жағында қараңда бір адам жүреді деп 2 рет айтты маған. Айтсам олар іздемейді, айналып осы үйде, әлі айналып жүр осы үйде. Полиция қызметкерлері. Енді мына жерде арман қарап тергеу амалдары жүріп жатыр екен. Бірақ жаңағы 15 жасар баласы бүгінгі күні қамаулы отыр. Бүгіні үшеуміз 3 бөлмеге қамап қойып, шоқ айқайлап, балам қазір психически ауырып жатыр. Ал енді бұны арман қарап қазір оқиға болған жерге барайық. Бұл үйден мына жер примерно 300-400 метрге жуық екен да мына жер. Анау үйімдері 300-400 метр. Бұл мәшеге пәшеге самай жаяу арқалап алып келген ау. Бір адам күші келмейді. Суретілген із жоқ. Суретілген із жоқ. Мынаны ашасыздар ма біреуіңіз? Мынаны ашып бүйірде полицейлер отпечатка бірдеңе алды ма мынадан? Алған жоқ. Осы кім бар, кім Іскендір алса да алса бүйірде краска жағылу керек. Содан кейін сұрап тұрмын да, мен күдік болғасын. Алмаған. Бүйірде отпечатка алу үшін краска жағылады да бүйірге. Онда ештеңе көрініп тұрған жоқ. Жоғатқан жома байлап. Ашасын ба біреу? Ашшы, кім Іскендір ашшы өзің. Да, уже поздно ғой. 10 күн неше күн болды? 6 күн болды. Жоқ, 3 күн болды. 3 күн болды ма? 3 күн болды. Мынаны немен ашқан, бірдеңе тірелген ба, бұл қалай қолмен ашады? Неужели полициялар осыған назар аудармады? Мына қолмен ашу мүмкін емес қой, дұрыс па? Дұрыс, иә. Бұны ашатын бір отвертка ма, бірдеңе киген. Отвертка емес, мальчурик ол сияқты нәрсемен ашылатын нәрсе ғой. Иә, бұлай отверткамен қолмен ашылмайды, мына көрініп тұр да. Мына қолмен ашылмайды. Маған қара көрініп тұр да. Қолмен ашылмайды мына жерде. Жақсы. Мынау басым арда жатыр. Анау жатқан қан ба? Қан, иә. Аяғын арта шығып, аяғы көрініп жатыр. Аяғын орамапты. Аяғы былай ашық жатқан, мына жағы қан, иә, басы. Басқан, басын бәрі денесімен ұрып тұр, аяғынан де шығып жатыр. Нәски шашы. Бүйір. Бар ма, не бар? 3 күн бөле бар ма? Мама ашып. Сүйек жарамайды ғой. Ай, ба. Жақайды.